сәлеметсіздер. Біз Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің бірінші курс студенттері тарих мамандығында оқитын Исаева Бибі Фатима және Алиханов Қайсар Алмабыз. Хат, біздің таныстырғалы жатқанымыз хат. Хат қазіргі таңда онша қолданылмайды. Тек жұмыс баптарымен ғана қолданылады. Қазіргі технологиялар дамыған заман. Хаттың орнына ұялы телефондар немесе компьютер қызметтері хаттың орнын басты. Жалпы компьютер қызметтері мен ұялы телефондардың қызметтерін атап өтетін болсақ, телефондағы түрлі мессенджерлер және де компьютердегі Mail.ru почтасын атап айтуымызға болады. Жалпы хаттың орнына осындай заттардың басуының себептері ол өте ыңғайлы, қолмен алып жүруге болады және де секундтардың ішінде, яғни жылдамдығын айтуымызға болады. Бұндай оңай жолдың бәрінде бір кемшілік болады. Дәлірек айтсақ, зияны. Осы зияны ол адамның көру қабілетін біртіндеп азайтса, ал ең қауіптісі осы ұялы телефонды 10 жыл бойы үзбей пайдаланған адамның осы миында қауіпті заттарды сүзгілейтін сүзгінің қабырғалары бітеліп, ол осы мидың қатерлі ісігіне әкеліп соғуы мүмкін. Бірақ қанша қауіпті болса да, біз оңай және жылдамырақ жолды таңдадық. Ең алғашқы хаттар бұлар пиктографиялық хаттар деп аталады, яғни тастағы сына жазулары арқылы бір-бірімен хабарласу. Одан кейін жаугершілік замандарда папирустарға және ағаштарға арнап жазылған екі ел арасына елшілер жіберу арқылы хаттарда қолданылды. Одан кейін келе-келе шығыс елдері жаңадан қағаз түрлерін ойлап тауып қағаздарға хаттарды баса бастады. Осындай хаттар бүгінгі таңға дейін әлі қолданылуда. Негізінен хаттардың түрлері өте көп. Мысалы, ресми хаттар, іс қағаздар хаттары және де хабарлама, сәлемдеме хаттар болып бөлінеді. Одан кейін хаттардың негізгі сыртын қазіргі таңда конвертке салу арқылы беріледі. Онда негізінен екі жақтың аты жөні және қайда кімге баратындығы жазылады. Және де арнайы бір мекемеден хат жолданса, міндетті түрде оның өзінің белгісі басылады. Ұлы Отан соғысы кезінде мынадай 3 бума қағаздар арқылы хат жіберіп отырған. Себебі бұны салатын арнайы қағаздар болмағандықтан 3 буып жібереді. Бұның ішіне тілек лебіздерін жазып, бұлайынан 3 буып, сыртына қайда баратыны мекен-жайы жазылған.